Хадис құдыста не деп айтты? Аллах Тағала: "Я ибн Адам, ей адам балалары, ла тансал маут, өлімді ұмытпаңдар, файнал маут ла янса, өйткені өлім сені еш уақыт ұмытып кетпейді" дейді. Болды. Осыны ойлай берсек болды. Мұсылманға да бұл парыз бізге ойлау. Құран аяты бойынша да парыз өлімді ойлау, хадис бойынша да бізге парыз. Пайғамбар айтқан: "Актиру мин зикри хазимил лаззат", адамның рахатын қашыратын өлімді еске алыңдар дейді. Өзіңе бір мезгіл еске салып қой. Жатар кезде, басқа келетін кезде, бізге неге бұл дүниеде ұйқы бар, неге ол дүниеде ұйқы жоқ? Бұл дүниедегі ұйқы өлімнің бар екенін еске алу үшін да. Күніге өлімді еске алу үшін саған. Қазір кетем, бітті. Құлақ естімейді, көз көрмейді, жатам. Соң ұйықтаймын, бірақ төсекте жатырмын ғой, ертең қабірде жатамын ғой. Еске алу үшін. Және Аллах Тағала осы өлім бар екен қанша ескертіп жатыр. Қанша адам өмірден қайтып кетіп жатыр. Туысқандарымыздың арасынан. Бір жылдың ішінде сен естіген нәрсені хабарын естісең, қанша бір өмірден қайтқан адамдарды көресің, солардың қатарында біз де бір күні кетеміз, бірақ өлгенде мәселе осымен бітпейді ғой. Абу Бакр Сиддиқ разиаллаху анху өз сөзінде айтқандай: "Ман дахалал қабра била амалин факааннама ракибал бахра била сафинат", дейді. Кім амал жасамай, намазсыз, оразасыз, тәубесіз қабірге түссе дейді, ол тура бір мұхиттың ортасына қайықсыз тасталған адаммен тең дейді. Мұхиттың ортасы, енді біздерде ондай теңіз бар шығар, мұхит көрген жоқсыз ғой. Оны көрсеңіздер көресіздер. Ол құр су емес қой, арықта бүйтіп рахаттанып жата беретін. Мұхитқа түскеннен кейін түк көрінбей қалады. Толқын деген бүйтіп сені жоғарыға апарып, одан кейін түскен кезде, кешетін екі таудай толқынды көрген кезде ойланасың, одан кейін қайсы балық келіп қай аяғымды жұлып кетеді екен деп күтіп отырасың да. Болды. Білмейсің. Қай балық қаяқтан ояқта, жаңағы сәл аяқ қолында жыбыр-жыбыр еткізсең болды, акуланың көзіне 5 километр жерден көреді. Ал қабірдің жағдайы одан да қиын. Амалсыз кім қабірге түсіп кетсе, ол теңізге тасталған қайықтас адамнан да жағдайы қиын болады дейді.